Саламатсыздар ма, құрметті ілім алушылар? Бүгінгі тақырып жаза ұғымы және мақсаттары деп айтылады. Жаза дегеніміз не? Бірнеше сұрақтар, дәрістер, жоспарлар қамтылады. Сонымен бірге жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша жазалау мақсаттары қылмыстың алдын алу мақсатында, қылмысты азайту мақсатында қолданылатын соттың үкімі деуге де болады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 40 бабына байланысты бүгін сабағымызды біраз талқылайтын боламыз. Жаза ұғымына бірнеше ғалымдар әртүрлі түсініктеме берген. Сонымен қатар көптеген ғалымдардың айтуы бойынша жалпы қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған адамға мемлекет атынан қолданылатын мәжбүрлеу шарасы, яғни заңмен белгіленген жауаптылықтың түрі деп айтылады. Жазаның негізгі мақсаттары қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтың алдын алу негізгі жазаның мақсаты. Ал ресми анықтамасына тоқтала кетсек, қылмыс жасаған адамға сот арқылы тағайындалатын, оның құқықтары мен бостандықтарын шектеуге бағытталған мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Ал жазаның мақсаттары, нақты мақсаттарына тоқталсақ, негізгі мақсат әділ жаза беру, жасалған қылмысқа лайықты жауап беру, қайта тәрбиелеу, адамның дұрыс жолға түсуіне әсер ету, алдын алу, адамның қайта қылмыс жасамауы, немесе жеке адамға байланысты жеке алдын алу деген, басқалардың қылмыс жасамауға қорқуы деген сияқты жалпы алдын кесу, алдын алу негізгі мақсаттарының бірі болу керек. Ендеше Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 3 бөлім 39 бабында нақты жазаның анықтамасы берілген. Соған тоқтала кетсек. Сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Осылай жазылған. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға қолданылады және осы адамды құқықтары мен бостандықтарынан осы кодексте көзделген айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Екінші бөлігінде жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның да басқа адамның да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауын алдын алу мақсатында қолданылады. Жаза тән азабын шектіруді немесе адамның қадір-қасиетін қорлауды мақсат етпейді. Ендеше жазаның ұғымы мен оның мақсаттарын біз қамтыдық деп ойлаймыз, құрметті тыңдармандар. Ендеше біздерге міндетті түрде қылмыстық кодекстегі жазаның түрлеріне тоқтала кетсек. 40 бап жазаның түрлері. Ендеше жазаның жалпы 3 түрге бөліп қарастырғанбыз. Бірінші, қылмыстық теріс қылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға төмендегідей жазалар қолданылады. Бірінші, айыппұл, екінші, түзеу жұмыстары, үшінші, қоғамдық жұмыстарға тарту, төртінші, қамаққа алу, бесінші, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республика шегінен тысқары жерге шығарып жіберу қолданылуы мүмкін. Яғни депорт деген печатты загранпаспортына ұрып 5 жылға дейін елімізге қайта кіруге олардың құқығы жоқ деген сөз. Екінші түрі, қылмыс жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға мынандай негізгі жазалар қолданылады. Біріншісіне біз 5 түрі қылмыстық теріс қылық, екінші қылмыстарға байланысты. Қылмыстарда біріншісі айыппұл, екінші түзеу жұмыстары, 2/1 тармақшасында жаңадан қосылған қоғамдық жұмыстарға тарту деген бар, үшінші бас бостандығын шектеу, төртінші бас бостандығын айыру қолданылуы мүмкін деп қарастырылған. Бізде алдын 5 жаза болған, ол 47 бапқа байланысты өлім жазасы, ол соңғы осы 2021 жыл 29 желтоқсанда өлім жазасы қылмыстық кодекстен алынып тасталған үшін ол қазір екінші бөлігінде жоқ деуге болады. Үшінші, бұл қосымша жазалар, яғни қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға негізгі жазамен қатар мынандай қосымша жазалар қолданылады. Бірінші, мүлкін тәркілеу, екінші, арнаулы әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградалардан айыру. Үшінші, белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру. 3/1 Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру. 4. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасы шегінен тысқары жерге шығарып жіберу қолданылуы
мүмкін. Яғни бұл 40-ші бапқа байланысты бірнеше өзгерістер мен толықтырулар болды. 17-ші жылы, 18-ші жылы, 2019 жылы, соңғысы осы өлім жазасына байланысты 29-ші желтоқсан 2021 жылы сондай өзгерістерге тоқталды. Қылмыс кодексте 41-ші бапта айыппұл түсінігі берілген. Ол жерде яғни Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің белгілі бір санына сәйкес келетін мөлшерде не пара сомасына немесе құнына, берілген ақша сомасына немесе берілген мүлік құнына, жымқырылған мүлік құнына, алынған кіріс сомасына немесе бюджетке түспеген төлемдер сомасына еселенген мөлшерде тағайындалатын ақшалай өндіріп алу деп жазылған. Қылмыс кодексінің 42-ші бабында түзеу жұмыстары осы кодексте көзделген шекте Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің белгілі бір санына сәйкес келетін мөлшерде тағайындалатын ақшалай өндіріп алу деп көрсетілген. Қазақстан Республикасының қылмыс кодексінің 43-ші бабында қоғамдық жұмыстар сотталған адамның жергілікті атқарушы органдар қоғамдық органдарында ұйымдастыратын белгілі бір біліктілікті талап етпейтін тегін қоғамдық пайдалы жұмыстарды орындауынан тұрады. Қоғамдық жұмыстар қылмыстық теріс қылықтар үшін 20-дан 200 сағатқа дейін мерзімге, онша ауыр емес ауырлық орташа қылмыстар үшін 200-ден 1200 сағатқа дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамдық жұмыстар сотталған адамды олар өте уақыт кезінде негізгі жұмыс орны бойынша еңбек міндеттерін орындаудан босата отырып, не оқудан бос уақытында күніне 4 сағаттан асырылмай өткеріледі. Бас бостандығынан шектеу. Сотталған адамға 6 айдан 7 жылға дейінгі мерзімге пробациялық бақылау белгілеуден және оны жазаны өтеудің бүкіл мерзімі ішінде жыл сайын 100 сағаттан мәжбүрлі еңбекке тартудан тұрады. Бас бостандығын шектеу сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша қоғамнан оқшауланбай өтеледі. Мәжбүрлі еңбекті жергілікті атқарушы органдар қоғамдық органдарда ұйымдастырады және күніне 4 сағаттан асырылмай өтеледі. Тұрақты жұмыс орны бар немесе оқып жүрген сотталғандар, кәмелетке толмағандар, жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі баласы бар немесе оны тәрбиелеп отырған әйелдер, 3 жасқа дейінгі жас баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер, 58 жастан және 63 және ол жастан асқан әйелдер, 63 жастағы және ол жастан асқан еркектер, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ жазасы 6 айдан аз мерзімге бас бостандығын шектеуге ауыстырылған сотталғандар мәжбүрлі еңбекке тартылмайды. Қамаққа алу сотталған адамды тағайындалған не ауыстырған жазаның бүкіл мерзімінде қоғамнан оқшаулауды білдіреді. Қамаққа алу 10 тәуліктен 50 тәулікке дейін мерзімге белгіленеді. Ұстап алу мерзімі қамаққа алу мерзіміне қосылады. Қамаққа алу кәмелетке толмағандарға, жүкті әйелдерге, жас баласы бар немесе оны тәрбиелеп отырған әйелдерге, жас баланы жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектерге, 58 жастағы ол жастан асқан әйелдерге, 63 жастағы және одан асқан еркектерге, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамға тағайындалмайды және жазаны ауыстыру ретінде қолданылмайды. Әскери қызметшілер қамақта болуда гауптвахтада өтейді. 5. Жазаны ауыстыру кезінде қамаққа алу мерзімі осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін. 46-шы бап бас бостандығынан айыру деп аталады. Бас бостандығынан айыру сотталған адамды қылмыстық атқару жүйесінің мекемесіне жіберу арқылы оны қоғамнан оқшаулаудан тұрады. 2. Бас бостандығынан айыруға сотталған үкім шығару кезінде 18 жасқа толмаған адамдар кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемелерінде орналастырылады. Жалпы қылмыстарды жасаған үшін бас бостандығынан айыру 6 айдан 15 жылға дейінгі, ал аса ауыр қылмыстар үшін 20 жылға дейін мерзімге не өмір бойына белгіленеді. 48-ші бап мүлікті тәркілеу. Мүлікті тәркілеу дегеніміз қылмыстық жолмен табылған не қылмыстық жолмен табылған қаражатқа сатып алынған мүлікті, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылық жасау қаруы немесе құралы болып табылатын мүлікті мәжбүрлеп өтеусіз алып қою және мемлекеттің меншігіне айналдыру деген сөз. Қылмыс кодексте 50-ші және де 49-ші баптарда арнаулы және белгілі бір лауазымды атқару, белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру деген бір-біріне ұқсас жазалардың түрлері қарастырылған. Олар жалпылама түсінікті 2017 жылы
қылмыс кодексіне енгізілген жаңа жазаның түрі бұл 50-де сызықша бірінші бапта Қазақстан Республикасы азаматтығынан айыру деген бар. Яғни бұл Қазақстан Республикасы азаматтығынан айыру мемлекеттік сотталған адаммен орнықты саяси құқықтық байланысты мәжбүрлі тоқтауынан тұрады. Бұл өзара құқықтар мен міндеттер жиынтығынан білдіреді. Екінші бөлігінде 18 жасқа дейін қылмыс жасаған адамға Қазақстан Республикасы азаматтығынан айыру тағайындалмайтыны ескертілген. Сонымен бірге 51-ші бапта ең соңғы жазаның түрі шетелдік немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасы шегінен жерге шығарып жіберу дейді. Бұл депорт деп айтылады. Соның бірінші бөлігінде шетелдік немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасы шегінен шығарып жіберу, осы адамның Қазақстан Республикасы аумағынан кіруіне 5 жыл мерзімге тыйым салу белгіленіп отыр, мәжбүрлі тәртібімен орындалады. Жалпы бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіндегі жазаның ұғымдары, мақсаттары, жазаның түрлерін барлығын қамтып көрсеттік. Жазаның белгілеріне тоқталып кететін болса, құрметті білім алушылар, бұны тек қана сот тағайындайды, заңда нақты көрсетіледі. Мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары тәртіп бұзушы жағымсыз салдар тудырады, қайта тәрбиелеуші және оның алдын алушы мәнге ие екенін естеріңізге, қаперлеріңізге саламыз. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен байланыста болған Алишер Сапарбекұлы.